Бірінші қыркүйек 1939 жылы Германияның Польша жеріне басып кіруінен екінші дүниежүзілік соғыс басталды. 1939-45 жылдардағы екінші дүниежүзілік соғыс адамзат тарихындағы ең жойқын соғыстардың бірі. Соғысқа 62 мемлекет және жер шары халқының 80%-дан астам, яғни 1,7 миллиард адам қатысты. Соғыс қимылдары 40 елдің аумағында, сондай-ақ теңіздер мен мұхиттарда жүргізілді. Екінші дүниежүзілік соғыстың басталуына әсер еткен бірнеше факторлар бар. 1919 жылы 28 маусымда Версаль шартына қол қойылды. Оған сәйкес Германия өз территориясы мен колонияларынан айырылды. Германияға 100 мың адамнан аспайтын әскер ұстауға рұқсат етілді. Қару-жарақ түрлерін, яғни сүңгуір қайықтар, ұшақтар, дирижабль және танктер ұстауға тыйым салынды. Германия Антанта елдеріне 100 мың тонна алтынға сәйкес келетін репарация төлеуге міндеттелді. Кеңестің айтуынша, репарация көлемі Германияның мүмкіндігінен 4 есеге асып түсті. Бұл Германияны өзін қорланған мемлекет ретінде қарастыруға және елде реваншистік көзқарастардың қалыптасуына келді. Екінші дүниежүзілік соғыстың басталуына жанама әсер еткен себеп 1929-33 жылдардағы экономикалық дағдарыс болды. Оның салдары Германияда, Италияда және басқа да бірқатар Еуропа елдерінде тоталитарлық режимдердің пайда болуына келді. Бұл мемлекеттер империалистік және экспансиялық сыртқы саясатқа жүгінді. Фашистік билеушілер өз елдеріндегі экономикалық мәселелерді милитаризация және әскери жаулап алу арқылы шешуге ұмтылды. Идеологиялық қақтығыс екінші дүниежүзілік соғыстың тағы бір себебі бір жағынан диктатура мен екінші жағынан демократия арасындағы идеологиялық қайшылық болды. Германия, Италия және Жапония, яғни осы мемлекеттері диктатураны, соғысты және империализмді жақтаса, Ұлыбритания, Франция және ақш демократияны, бейбітшілікті және Версаль-Вашингтон жүйесін сақтауды жақтады. Олардың арасындағы идеологиялық қайшылық дауларды шешуде бейбіт және әділ шешімдер қабылдауға кедергі болды. Германияның қайта қарулануы Гитлердің 1933 жылы Женева қарусыздану конференциясынан шығуынан басталды. 14 қазан 1933 жылы Германия Ұлттар Лигасы құрамынан шығып кетті. 1935 жылдың наурызында Гитлер Версаль келісім шартын орындаудан бас тартып, жалпыға бірдей әскерге шақыруды қайта енгізеді. Яғни үшінші рейхтің тұрақты әскері Вермахт құрылды. Германияның әскери тұрғыдан күшеюі Францияны алаңдатады және онда шекара аймағында 1929-34 жылдары салынған Мажино сызығын, яғни қорғаныс бекіністерін нығайту қолға алынады. Ұлыбритания тарапынан Германияның күшеюін тоқтату үшін еш әрекет жасалмайды. Германияның өз күшін нығайтудағы келесі әрекеті Рейн демилитаризацияланған аймағын қалпына келтіру болды. Версаль келісімі бойынша Францияға шабуыл мүмкіндігін жою үшін Франция мен шекаралас болған Рейн аумағында Германияға келген әскерді ұстауға тыйым салынған болатын. Ұлттар Лигасы Германияның бұл әрекетін сынға ұшыратады, алайда Еуропаның ұлы державалары тарапынан ешбір әрекет болмады. Британ премьер-министрі Стэнли Болдуин неміс әскерлерінің Рейн аумағына кіруінде әскери қақтығыс қаупі жоқ деп мәлімдеді. Бұл іс жүзінде Рейн демилитаризацияланған аймағын жоюды мойындауын білдіреді. Француз үкіметі неміс әскерлерінің Рейнге кіруін қатаң түрде айыптаған мәлімдеме жариялады, алайда айтарлықтай ешбір әрекет жасамады. 20 жылдардан бастап Германия мен Жапония арасында тығыз дипломатиялық қатынастар орнатылды. Бұл қатынастар әсіресе Гитлердің билікке келуінен бастап нығайтылды. Жапондықтар Германияның өздерінің Азиядағы әрекеттерін мақұлдай алатын жалғыз еуропалық одақтас ретінде қарастырса, Германияға оңтүстік-шығыс Азияда сенімді одақтас қажет болды. Екі елдің ұқсас ұлтшыл және антикоммунистік мемлекеттік ұстанымдары одақтастық қатынастардың орнауына келді. 1937 жылға қарай Германия мен Италия арасында екі жақты қарым-қатынас нығая түсті. Италия Германия мен Жапонияның Коминтернге қарсы пактісіне қосылды. Осылайша Берлин-Рим-Токио осі пайда болды. Тыныштандыру саясаты жанжалды болдырмау үшін агрессорға саяси немесе материалдық жеңілдіктер жасау саясаты. Бұл ұғым көбіне 30 жылдардағы Британияның сыртқы саясатындағы Германия мен Италияға қатысты ұстанымдарына байланысты қолданылады. Британия осы кезеңде Италияның, әсіресе Германияның агрессивті саясатына және өзге елдерді басып алуларына көз жұма қарап, ешқандай қарсылық білдірмеді.
Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін Австро-Венгрия империясы жойылуының нәтижесінде пайда болған Австрия мемлекетін Германия өз неміс мемлекеті ретінде қарастырды. Соғыстан кейін екі мемлекеттің бірігуін қолдаған қозғалыстар Австрияда да, Германияда да болған. Бірақ олардың бірігуіне европалық державалар қарсы болды. Гитлердің билікке келуінен Австрияның аншлюсін жасау, яғни оны Германия құрамына қосып алу идеясы жанданып күшейді. 38 жылы 11 наурыздан 12 наурызға қараған түні шекарада шоғырланған неміс әскерлері Австрия аумағына кірді. Қарсылық жасамау туралы бұйрық алған Австрия әскері жеңілді. 1938 жылы 12 наурызда Гитлер Австрияға келіп, 13 наурызда салтанатты түрде Венаға кіреді. Сол күні Австрияны неміс рейхімен қайта біріктіру туралы заң жарияланды. Оған сәйкес Австрия Герман рейхінің жерлерінің бірі болып жарияланды. 10 сәуірде Германия мен Австрияда аншлюс бойынша плебисцит өткізілді. Ресми мәліметтерге сәйкес Германия мен Австрия халқы аншлюсты қолдап дауыс берген. Австрия Германия құрамына қосылды. Держава мемлекеттер Германияның бұл әрекетіне қарсылық білдірмеді. Австрияның аншлюсінен кейін Гитлердің келесі мақсаты Чехословакияны талқандау болды. Оған қол жеткізудің алғашқы қадамы 3 миллионнан астам немістер тұратын Судет аймағын аннексиялау болды. Судеттегі нацистік партияның көмегімен Германия Судетте бірнеше қақтығыстар тудыртып басып кіру әрекеттерін жасады. Бірақ Чехословакия үкіметі Германияның әрекеттеріне жауап ретінде мобилизация жүргізіп, өз әскерлерін Судетке кіргізіп қарсылық көрсетіп отырды. Сондай-ақ бастапқы кезде Чехословакияға КСРО мен Франциядан дипломатиялық қолдау көрсетілді. Дегенмен европалық державалар Чехословакия келісімге келіп, Германияның талаптарын орындауы керек деген пікірде болған. Германия мен Чехословакия қарым-қатынасы ушығып, франко-британдықтар 50%-дан астам неміс тұратын аймақты Германияға беруге кеңес береді. Бастапқыда мұндай ұсыныстан Чехословакия бас тартады. Чехословакияға КСРО егерде Польша өз жерінен әскер өткізуге келісім берсе, көмек беруге дайын екендігін мәлімдейді. Алайда Чехословакияға және КСРОға қарсы позицияларды ұстанған Польша бұдан бас тартады. Сонымен қатар Польша Чехияның поляктар тұратын Тишин облысына мүдделі екендігін көрсетіп, шекара аймағына әскерлерін шоғырландырады. Екі жақтан қыспаққа алынған Чехословакия франко-британдықтардың ұсынысын қабылдауға мәжбүр болады. 29-30 қыркүйекте Мюнхенде Ұлыбритания, Франция, Германия, Италия өкілдері кездесіп, Мюнхен келісімдеріне келеді. Ол бойынша Чехословакияның Судет аймағы Германияға беріледі. Чехословакия өкілдері бұл кездесуге шақырылмады. Жасалған келісімдерге және берілген кепілдіктерге қарамастан, Германия Чехияны 1938 жылдың наурызында басып алды. Словакия өзін тәуелсіз деп жариялайды, дегенмен ол Германияның сателлитіне айналады. Мюнхен келісімі тыныштандыру саясатының шарықтау шегі болып, екінші дүниежүзілік соғыстың нақты алғы шартына айналып, Еуропадағы Версаль-Вашингтон жүйесінің түпкілікті бұзылуына келді. 1939 жылы 23 тамызда Германия мен Кеңес одағы арасында өзара шабуыл жасамау туралы пактіге қол қойылды. Бұл келісімнің басты ерекшелігі пактінің қосымша құпия протоколы болды. Құпия протокол бойынша КСРО мен Германия орталық және шығыс Еуропаны өзара бөліске салып, ықпал ету аймақтары бойынша шекараларды белгілеп алады. Эстония, Литва, Латвия, Бессарабия кеңестердің ықпал аймағы ретінде қарастырылды. Келісім қыркүйекте фашистік Германия мен Кеңес одағының Польшаға бірігіп басып кіруіне және басып алуына негіз болды. Бірінші қыркүйекте Германия Польшаға батыстан кіреді, ал 2 аптадан кейін Кеңес одағы Польшаға шығыстан басқыншылық жүргізеді.